Көзге жас үйрер бұл оқиғаның куәгері өзім. Басында мен де сенбегем. Кейде көз көріп тұрса да ми сене қоймайды екен. Өйткені бұндай оқиғалар тек кинода болады. Әттең, солай болса ғой. Аяулы оқырмандарым, сіздерге баяндап бермес бұрын ұзақ ойландым. Өйткені осынау қасіретті тағдырды жүрек сүзгісінен өткізу оңай дүние емес. Десе де менің жүрегімнен шыққан туынды сіздің жүрегіңізді жылулыққа толтырса, көңіліңізді селт еткізсе, діттеген мақсатымның орындалғаны сол болар. Жеңіл жүріске салынған Айжан өзінің қалай жүкті болып қалғанын білмей таң қалды. Жүктілікті анықтайтын тест оның құрсағында сәби бар екенін бірнеше рет анық көрсетіп берсе де сене алар емес. Тәнін саудалап күнін көретін Айжан жалғыз жортқан қасқыр тәрізді. Бастығы да басқасы да жоқ. Сырттай қараған кісі Айжанды жеңіл жүрісті деп ойламайды да. Қу тіршілік алқымнан алғанда қарапайым отбасыдан шыққан жас қыз жеңіл жүріске қалай салынып кеткенін өзі де аңғармай қалған. Ақшаның дәмі балдай. Уыстап ақша таба бастағанда қалаға жұмыс істеймін деп келген Айжан күндіз сән салонында ел қатарлы еңбек еткенімен түнде әркім құмарын қандыратын жаны бар қуыршаққа айналды. Бір-бірінен ести ме, қайдам, әйтеуір тұрақты клиенттері табыла кетті. Ешкімді жазғырмайды. Лас жол өзінің таңдауы. Бара-бара жағдайы түзеліп, астына көлік сатып алды. Енді пәтер алам ба деп жүргенде аяғы ауырлап қалғаны миына сыймайды. Енді қайттым, алдыртам, бұл бала маған керек емес, деп бекінді Айжан. Жеке ауруханаға барып еді, алдына бірақ таңдау қойды. Баланы босануын керек, алдыратын мерзімі өтіп кеткен. Қазір алып тастасақ, өзіңде аман қалмауың мүмкін, деді олар. Қанша сұрасаңдар да берем, деп жалынғанына қарамады. Адам өмірі ойыншық емес, сізді өлтіріп алып, басымызға бәле тауып алар жағдайым жоқ, деп бастарын алып қашты дәрігерлер. Амал жоқ, тағдырдың пешенесіне жазғаны осы болса, көнбей қайда барады. Маған бұл бала керек емес, бұл маған жүк болады. Енді аяқтан тұрам ба дегенімде қолымды байлағалы тұр, деп Айжан қатты қапаланды. Кімнен, қалай көтеріп қалғанын білмейді. Құрсағындағы кішкентай жүрекке деген аналық махаббаты оянбақ түгілі оны жан дүниесімен жек көрді. Жан баласына тіс жарған жоқ. Әнемне дегенше іші томпайып шығып, күннен күнге өсіп жатты. Айжан жұмысына демал салып, елдің көзінен таса жерге қала сыртына кетіп қалды. Ауылдағы әке-шешесіне қиыстырып өтірік айтып, жинаған қаражатына қала сыртынан шағын үй жалдады. Арақ та ішті, дәрі де ішті, өз-өзін аямады Айжан. Баланы дәрігерлер түсіре алмаса, өзі бір амалын табуы керек. Әркімнен бір естіген бала түсіру амалдарын аяусыз жасады. Соңғы рет аяғын тұзды суға салғанда астынан шым-шым қан кетті. О Құдай, өзіңнің атыңды аузың алуға лайық емес, күнәһар құлыңды кешіре көр. Мен күнәһар бұл сәбиді баға алмаймын. Дүниеге әкелмей-ақ демін үзейін. Тексіз болып жүргенше өлген артық, деп құрсағында жаны қиналып жатқан сәбиінің соңғы сәтін күтті. Адамның айтқаны емес, Алланың дегені болады. Жұмырбасты пенде Тәңірден күшті емес. Құдайдың құдіреті қатыгез анасының жатырына жабысқан сәби сыртқа шықпады. Ол шешесінің жауыз екенін білмейді. Алаңсыз, күнәсіз, пәк. Ботадай боздап жылап отырған Айжан сап тиылып, бұл бала неге тағы түспей қалды, деп таң қалды. Астынан аққан қан тоқтапты. Тым-тырыс, сырт еткен дыбыс жоқ. Қисыны кеткен ескі үйде керексіз заттай ұмар-жұмар болып жатқан Айжанның нәр татпағанына 2 күн болды. Өз-өзін осылай жазалап жатыр ол. Құрсағында дүрсілдеп соғып тұрған кішкентай жүректі қалай тоқтатарын білмейді. Тек бұл сәби туылмаса бақытты болып кетердей. Ана болуға дайын емес. Әлі пәтер алып, аяқтан тұру керек. Бала аяғын тұсайтын тәрізді. Керексіз уақытта бойыма біттің деп күнәсіз сәбиін жазғыра береді.
Бір уақытта іші безілдеп ауыра бастады. Тамақ ішпей әл дәрмені қалмаған Айжанның айғайлауға да шамасы жоқ. Не істеу керек екенін білмей әбден жаны қиналды. Жападан жалғыз ескі үйде толғатып жатты Айжан. Анасының құрсағында жатқанда күтім көрмеген сәби 6,5 айлығында бір тұтам болып туылды. Қыз екен. Кіп-кішкентай шақалақтың түрі қорқынышты. Адам деуге де, адам емес деуге де келмейді. Әйтеуір кеудесінде жаны бар екен. Іңгәлап жылады. Айжан баласының кіндігін өз қолымен кесті. Бітті, кіндігінен ажырады. Айнала түгел ластанды. Айжан қан төсекте жаңа туған шақалағына қарап отырып қалды. Шақалақты таза орамалға орап қойды. Сәби қарны ашып, шырқырап жылай берді. Сыздаған омырауын тас қылып байлаған Айжан сәбиді төсек үстіне тастап, өзі көйлекшең, жалаң аяқ сыртқа атып шықты. Мең-зең күйде безіп барады. Әйтеуір бұл жерден қарасын батырса болды. Тас боп қатқан жүрегі қан жыласа да, сәбиге бұрылып қарамады Айжан. Тіпті артына да бұрылмады. Шашы жалбырап, жеңіл көйлекпен жалаң аяқ жүгіріп бара жатқан келіншек періге ұқсайды. Құтты пері дерсің. Ескі үйдің алдында Айжанның көлігі қаңтарылып қала берді. Ал ішінде, кеудесінде шыбын жаны бар шақалақ шырқырап жылап жатып, бір кезде оның да үні өшті. Сәби жыламады. Айналаны мүлгіген тыныштық қайта басты. Ескі үй ештеңе болмағандай меңірейіп тұр. Есігі айқара ашық қалған. Желмен бірге сықыр-сықыр етіп қозғалады. Есік өткен кеткенді көмекке шақырып тұрған тәрізді. Ей, адамдар, бұл үйде сәби бар, тез жетіңдер. Сәби өмір мен өлімнің арасында арпалысып жатыр. Ей, қутырлық қаммен жүрген жұмыр басты пенделер, бір сәт аялдаңдар, күнәсіз нәрестені құтқарыңдар. Қатыгез анасы керексіз қылып ажал аузына тастап кетті, дермеді шіркінге тіл бітсе. Айжан қашып барады. Екі қолын біресе көтереді, біресе түсіреді. Қош жанары домбығып ісіп кеткен. Тас қылып байланған омырауынан аққан сүт кеудесін су-су қылып айғыздап тастаған. Тәні өзіне бағынбай дір-дір етеді. Келіншектің аянышты халін көрген көшедегі жұрт апыр-топыр жиналып Айжанның жолын бөгеді. Саған не болған? Кімсің? Үй жайың қайда? Кімнен қашып барасың? Деп жанашырлық танытты бейтаныс адамдар. Айжанның көзі алақ-жұлақ етіп, тілі күрмеліп қалды. Сөйлейін дейді. Бірдеңе дегісі келеді. Бірақ тіл құрғыр байланып қалғандай аузынан бір сөз шығара алмайды байғұс. Деп өзі қашып келе жатқан жақты иегімен нұсқай береді. Тіл екеміне келмеген соң қолмен аспанды нұсқады. Біресе ыржиып күледі, біресе бақырып жылайды, біресе бетін тырналайды. Бейтаныс адамдар полицияға жедел жәрдемге хабарласып жатты. Айжанның ақыл есінен айырылып қалғаны анық еді. Санасын жоғалтқан Айжан тілінен де махрұм қалды. Бұл оқиға бүкіл елді аяғынан тік тұрғызды. Полициямен дүрліккен жұрт көп өтпей қала сыртындағы шағын ауылдан Айжанның сәбиін тауып алды. Сәби тірі еді. Естіген жұрт жағаларын ұстады. Ақыл есі кем болып қалған Айжанды өзіне сол керек, Құдайдың қаһарына ұшырады деп табалағандар да табылды. Айжан шындықана қабырғасына қамалды. Кім екенін төлқұжаты арқылы анықтаған полиция Айжанның әке-шешесін, туған-туыстарын, жұмыстастарын іздеп тауып тергеді. Айжанның әке-шешесі біразға дейін бұл шындықты қабылдай алмай есеңгіреп қалды. Қыздарының халін көздерімен көргенде барып, бастарына қандай сынақ түскенін анық түсінді. Айжанның шақалақ қызы аурухананың жан сақтау бөліміне жеткізілді. Айжан әкесін де, шешесін де танымай аласұрды. Таңнан кешке дейін төсек жабынын сәби етіп алып, әлдилей береді. Жыл артынан жыл сырғыды. Айжанның қызы Гүлсім жетімдер үйіне өткізілді.
Үкімет баланы Айжанның бір аяғы төрде, бір аяғы көрде отырған кәрі әке-шешесіне сеніп тапсыра алмады. Гүлсім өз анасының да, әкесінің де кім екенін білмей өсті. 6,5 айлығында туылғанымен бүкіл мүшесі жетілген еді. Жетімдер үйінің тас қабырғасында нағыз жанұяның не екенін білмеген күйі бой жете берді. Есейе келе өзінің тұл жетім екеніне көзі жетті. Гүлсім мінезі қатты болса да, көңілі жарым, қам көңіл, жасқаншақ болып өсіп жатты. Бірақ ақылды, саналы, ой өрісі өзге қатарластарынан оқ бойы озық еді. Гүлсімнің зеректігі кім-кімді де таңғалдырмай қоймайтын. Менің атым кім? Әкем кім? Менің атым расымен Гүлсім бе? Мен неге оларға керек болмадым? Деп өзін жегідей жей берді. Жетімдер үйінде жатқан қағазда анасы деген жерге Төремұратова Айжан деп жазып қойыпты. Әкесі деген жер бос. Бұл Гүлсім Төремұратова, демек анасының тегін алған. Гүлсім тезірек өссем, әке-шешем тірі болса, оларды іздеп тапсам деп армандайтын. Әке, анашым, мен сендерді кешірем. Мен енді өстім. Мені бағам деп шаршамайсыздар. Тек кеудемнен итермеңдерші, деп өзі түрін білмейтін белгісіз ата-анасынан аңсайды. Гүлсім 6 сыныпқа өткен жылы бұған бір отбасы қызығып асырап алмақшы болды. Туғалы жетімдер үйінің 4 қабырғасынан басқа жерде тұрып көрмеген Гүлсім басында тосырқап қалды. Гүлсімді асырап алғысы келген әйел көзге жылы ұшырап, ерекше мейірімді көрінді. Жасы 50-ден асқан әйел бірінші күннен ақ Гүлсімді айналып толғанып, басынан сипады. Құшағына тартты. Құшағы оттай ыстық екен. Гүлсім өмірінде алғаш рет ана махаббатына бөленгендей болды. Қуаныш па, толқыныс па, әйтеуір көзінен жас тамшылары ыршып түсті. Енді сізді ешқайда жібермеймін. Мен сізді таптым, анашым, деді ішінен. Бейтаныс әйелді анасы деп қабылдап үлгерген еді. Өзін асырап алайын деп жүрген әйелдің аты Бақытгүл екен. Жанында өзінен жастау көрінетін аға тұрды. Інісі болар деп ойлады Гүлсім. Гүлсім, танысып қой. Бұл кісі сенің болашақ әкең болады. Аты Батыр, деді Бақытгүл. Батыр көзімен ымдағаны болмаса, Гүлсімді елжіреп бауырына тартқан жоқ. Тіпті жымиып та күлмеді. Гүлсім бір түрлі тіксініп қалды. Құжаттарың толық дайын болғанда сені бұл жерден алып кетеміз, қызым. Дайын жүр, деді Бақытгүл. Гүлсім басын изеді. Жүйрік уақыт желдей жүйткіп, көптен күткен күн де жетті. Гүлсім жетімдер үйімен бір жола қош айтысуға асық. Осы кезге дейін басына пана болған ыстық мекенін оп-оңай қиып кетуге сақадай сай жүр. Жетімдер үйі ешқайда қашып кетпейді. Ал отбасы, жаңа жанұясы бұдан теріс айналмай тұрғанда өз үйіне тез жетіп алуы керек. Қыздар да, тәрбиешілер де Гүлсімнің жүзіндегі бақыт табын байқады. Байқамау мүмкін емес еді. Гүлсім сезімін жасырмай, ерекше қуанышпен жаңа ата-анасының жолын тосты. Бақытгүл мен Батыр сөздерінде тұрды. Сүліктей қара көлікпен келіп, Гүлсімді алып кетті. Гүлсім тәрбиешілермен, достарымен қоштасқанда жылаған жоқ. Бұл жақта жаңа отбасы тапқан жандар жыламайды. Керісінше, жарқын болашаққа деген үміттері оянып, енді бұл жерге келмесе екен деп тілеп кетеді. Жол бойы Бақытгүл мәз болып сөйлеп келді. Рөлдегі Батыр тіс жармады. Көліктің артқы орындығында отырған Гүлсім не жыларын, не күлерін білмеді. Жәутеңдеп Бақытгүлге қарай береді. Жол ұзақ екен. Жолаушылар үйлеріне кешке таман жетті. 2 қабатты үй. Өршеленіп үрген алабай ит. Қоршалған қақпа. Гүлсімнің көзіне бірінші осы көрініс түсті. Көліктен жапа тармағай түсті бәрі. Дәл үйдің жанында бір-біріне жалғасып салынған 10 времянка тұр екен. Сол жерде жасы Гүлсімнен 2-3 жас үлкен бір ұл мен қыз өздеріне аңтарыла қарап тұрды. Көршілер ме, деп ойлады Гүлсім. Бақытгүл оларға ләм деместен Гүлсімді үйге кіргізді. Қан сарайындай зәулім үй жарқырап тұр. Бұрын соңды
бұндайды көрмепті. Бақытгүл Гүлсімді коттедж үйдің қоймасына жертөлеге әкелді. Жертөле деген аты болмаса, даңғарадай үлкен бөлме екен. Бұл жақта азық-түлік, үй шаруасына қажетті заттар сақталады екен. Жердің асы болғандықтан ба, біртүрлі суық. Қойманың ішінде 3 темір төсек тұр. Гүлсім өздеріне қажет болмаған соң жертөлеге шығарып тастаған болар деп болжады. Бірақ төсектің үстінде матрас, төсек жабыны бар. Тіпті жастықтың да ұшы қылтияды. Темір төсектер жетімдер үйіндегі төсегіне қатты ұқсап кетті. Гүлсімнің денесі дір етті. Бұл жерден тез кетуге асықты. Жоғарға көтеріліп, жарыққа шығуға ұмтылды. Бақытгүл асығар емес. Гүлсім, мынау сенің орның, деп темір төсекті нұсқады. Гүлсім түсініксіз күйде қалшиып тұрып қалды. Не дейсіз? Деді баяу үнмен. Осы жер сенің ендігі үйің болады. Қазір өзің сияқты 2 жетімек келеді. Үшеуің осы жерде тұрасыңдар, деді Бақытгүл дік-дік етіп. Әйелдің әр сөзі Гүлсімнің жүрегіне қанжардай қадалды. Гүлсім сұлық тұрып қалды. Әй қыз, сілейіп не істеп тұрсың? Меңіреусің бе? Заттарыңды орналастырда, шық жоғарға, жұмыс істейсің, деді Бақытгүл. Гүлсім не сенерін, не сенбесін білмеді. Бағанағы мейірімді Бақытгүл зым-зия жоғалған. Айлар бойғы үміті де күлге айналып, көкке ұшып кетті-ау. Мен қалай бұл кісіге анашым демекші болдым. Мені мұнда неге келді? Енді не істеймін? Деп пора-пора болып жылады Гүлсім. Есім білгелі көріп келе жатқаны қорлық. Әркім бір таптап өте шығады. Жетімдер үйінде әркімнен бір таяқ жеді. Енді мына елдің қорлығын көрмек пе? Таяқтан қорыққан Гүлсім тез-тез киімін ауыстырып, тәпішкесін кие бергенде есік сарт етті. Гүлсімнің зәресі ұшып, бүрісіп қалды. Үйге кіргенде көрген қыз бен бала екен. Бағана байқамапты. Үстері кір қожалақ, тырнақтары сояудай болып өсіп кетіпті. Үстерінен жағымсыз иіс мүңкіп тұр. Екеуінің қолдары, өкшелері тоз-тоз болып жарылып кетіпті. Сәлем, мен Динарамын. Мынау менің егізім Рамил. Біз ұйғырмыз. Бізді жетімдер үйінен 2 жыл бұрын асырап алды, деді қыз. Мен Гүлсім, қазақпын. Мен де жетімдер үйінен келдім, деді Гүлсім. Анау тәте өте жаман адам. Ол бізді ұрады, ауыр жұмыстар істетеді, мектепке жібермейді. Бұл тәтенің қолы ұзын, полицияны да сатып алған, деді Динара. Динара аузын жиып үлгергенше жоғардан Бақытгүлдің айғайы естілді. Жетімектер, тез шығыңдар, деп бұйырды әйел. Динара Гүлсімді қолынан жетектеді. Жұмыстарыңды бітіріңдер. Рамил, сен жерді тегісте, ал екеуің тас тасисыңдар, деді Бақытгүл. Қарны бұратылып ашып барады. Гүлсім аш күшік секілді сүмірейіп, 2 жетім баланың артынан ілесе берді. Тағдырлас 3 бала күн батар шақта есік алдындағы жерде қара жұмыс істеп жүрді. Рамил жерді тырмамен тырмалады. 2 қыз арқаларына өңгеріп ауыр тастарды тасыды. Не үшін істеп жатқанын білмейді. Динара, айтшы, күнде осылай бола ма? Деді Гүлсім. Тәте базарда жұмыс істейді. Базарға кеткенде бұл жақта ешкім болмайды. Бірақ тапсырған жұмыстарын істеп қоймасаң, таяқпен ұрады. Мынаны көрдің бе? Деп тізесіндегі тыртықты қолмен нұсқады Динара. Бақшадағы арам шөптерді дұрыс жұлмағаным үшін қолында тұрған ыстық көсеумен ұрып күйдіріп тастады, деді Динара. Ал Рамилдің басын сыммен ұрды. Бас қанады. Таңғы 5-те ұйқысынан тез тұрмаған үшін осылай жазаланды, деді ол. Гүлсім дір-дір етіп қатты қорықты. Тап-таза киімі бұлғанып, үсті басы шаң-шаң болды. Әп сәтте кір қожалақ балаға айналып шыға келді. Жетімдер үйіне неге қайтып бармайсыңдар? Деді Гүлсім. Талай рет қашып кетпек болғанбыз, бірақ Бақытгүл ұстап алып жанымыз шығарады. Өлгің келмесе ешқайда қашпа, деді Динара. Ай артынан ай сырғыды. Бақытгүл үкіметтен тексеріс келгенде мүлдем басқаша адамға айналып, үшеуін тап-таза етіп киіндіріп, үйге кіргізеді. 3 жетім сол күні тойып тамақ жеп бір жырғап қалады.
Үкіметтің адамдары кеткен бойда Бақытгүл 3 баланы қайтып қара жұмысқа салып қояды. Айтқанын істемеген уақытта есік алдындағы 10 пәтердің біреуіне кіргізіп алып, сағатта бұрады. Есік алдындағы 10 пәтер жалдамалы пәтер іздеген жандарға арналған. Көбіне жас отбасылар, бойдақ адамдар осы пәтерлерді жалға алады. Бәрінің қожайыны Бақытгүл. Жалдамалы пәтерде тұратын адамдар алатаңнан қара кешке дейін жұмыс істейтін 3 балаға аяушылық танытқанымен ешқайсысы оларға көмектесе алмады. Бәрі өз қарабастарының қамын күйттеп, жалдамалы пәтерден айырылып қалмау үшін көз алдарында болып жатқан зорлық-зомбылыққа көз жұмды.